Біз үшін кек алуым керек. Шерзаттың көкесі өлер алдында ағасына хат жазып кеткен. Оның SMS хабарламасын полиция жария етті. Алматы облысының полициясы Талғар маңында денесі табылған Нұрқанат Ғайыпбаевтың өліміне қатысты тағы да бір мәлімдеме жасады. Полицияның айтуынша, марқұм өлерінің алдында ағасына хат жазып, өзін Шерзаттың жанына жерлеуді сұраған. Аға, не істесем де кешір. Мен бауырымның өлгенін қаламадым. Барынша тырыстым. Аға, сен біз үшін кек алуың керексің. Сол үшін жаралғансың. Бірақ мен істеген істі қайталама. Сенде ұл-қыз бар, соларды ойла. Мен сені қатты жақсы көремін, кешір деп жазған марқұм. Оның хатын алған ағасы бірден жауап беріп, қайда жүрген сұраған. Ақмақ болма, үйге қайт, берген уәден қайда? Сені қайдан іздеп табайын? Мама ауырып қалады деп жауап берген ағасы. Бірақ марқұм Нұрқанат Ғайыпбаев ағасының бұл сұрақтарына жауап бермей соңғы өтінішін айтқан. Шерзаттың жанына жерлесең болды, басқа айтарым жоқ деп жазған марқұм. Ал облыстық полиция басқармасы болса, бұл факті бойынша қылмыстық істің қозғалғанын хабарлап отыр. Естеріңізге сала кетсек, бүгін түнде Талғар маңында Нұрқанат Ғайыпбаевтың денесі табылған болатын. Ресми органдар оның асылып қалғанын хабарлады.